Сәлем YouTube, сіздермен Нуранет. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай менде стиль осты. Ал бүгінгі видео өте қызық сәттердің бірі каникулдағы оқиғалар, яғни жазғы каникулдағы қызықты оқиғаларымды айтып беретін боламын. Достар, мен көбінесе жазғы демалысымды ауылда өткізгенді жақсы көрдім. Себебі біз онда таңнан кешке дейін ойнайтын едік. Кейде тіпті түнге дейін. Ал ауылдың кешінен не жетсін шіркін. Қып-қызыл болып батып бара жатқан күнге қарап ыстық шай ішесің. Ал түні бойы масаға жем боласың. Ал Нұрсұлтан, кезінде менің ағаларымды өлтірдің. Енді сенен кек алатын боламын. Мұны масаларда бөле болды ғой. Біздің тәтеміз Құраны дұрыс сөз алғанымыз үшін көлге апаратын еді. Өте керемет сыйлық осы болатын. Көлде бір-бірімізге су шашып ойнайтын едік. Ал енді оқиғамды бастайын. Бұл оқиғада менің інім болды. Екеуміз күн ыстық болып тұрған кезде қане походқа шығайық та. Нан мен суды алып кеттік. Негізі ол пикник деп аталады. Және де пикникте керемет тағамдар мен шырын алып кету қажет. Ал біз мүлдем басқаша ойладық. Содан күн ыстықта түскі уақыт бәрі тып-тыныш. Біз өзімізден көрпеше алып кеттік. Сосын жай ғана су ішіп алып нан жеп отырдық. Ал бір кезде менің басым қатты ауыра бастады. Сосын оны інім айтып үйге қайтып бара жатадық. Бір кезде артымыздан түйе қуа бастады. Ал біз қаша бастадық. Содан мен аяғымды ауыртып алдым. Сосын, Нұрсұлтан, мен сені бұл қиыншылықтан аман алып қаламын. Қане тез қаш. Жоқ інім, мен сені жалғыз қалдыра алмаймын. Жоқ, қаша бер. Мен сені қорғаймын. Дәл осылай болған жоқ, бірақ енді біз үйге қайтып кеттік. Достар, түйеден әрең қашып үйге жеттік. Бірақ мен үйге шаршап келдім. Ал қарасам басымнан күн өтіп кетіпті. Достар, сол кезде мен қызықты оқиғаға ие болдым. Сондай күндердің өзі бізге өте қызық болды. Және де мен жазғы каникулымды осылай өткізетін болдым. Ал достар, осымен видеомыз аяқталды. Видеоны лайк басыңыздар. Егер осы видео ұнап жатса, әрине достарыңызға бөлісіңіздер. Егер намысқа жазылмасаңыздар, жазылып кетіңіздер. Ал біздің Instagram, VK парақшаларымызға да жазылуды ұмытпаңыздар. Ал осымен видеомыз аяқталды. Bye, go!